Сәлем достар, мен сіздерге бүгін шпорды үй жағдайында емдеу және де оған қалай массаж жасау керек екенін айтатын боламын. Көп адамдар бізде аяққа мән бермейміз, табанға мүлде мән бермейміз. Сосын бізде өкшеде бірдеңке кірген сияқты, өкшеде бір ине кіргендей болады. Ол шпордың бастапқы этапы ғой. Аяғың ауырады, жүргізбейді, табаның ауырады деген сияқты. Соған мән бермей біз жүре береміз. Ол шпор деген ауырып бастайды, сол кезде біраз жүреміз да, ол басылып кетеді біраз жүргеннен кейін. Сөйтіп мән бермей жүре береміз, сөйтіп 6 ай өтеді, 1 жыл өтеді, сөйтіп жүре береміз. Ой өйтуге болмайды. Өйткені шпор дегеніміз кішкене шеміршек сияқты өседі, одан кейін оны біз қарамасақ ол сүйектен кетеді. Ондай жағдайда уже басқа амал жоқ, операция жасатуға тура келетін болады. Енді сіздерге үй жағдайында аяқты қалай шпордан емдеу керек, сол бастама кезінде жалпы қалай массаж жасау керек екенін көрсететін боламын. Бірінші кезекте аяқты 10 минут шым-шым жылы суға, ыстықтау жылы суға салып аласыздар. Сосын кейін міне қараңыз, қолдарыңызды майлайсыздар, аяқтарыңызға толық май жағып шығасыздар. Және де мына қызыл асық, міне тұрған қызыл асықтың шетін босататын боламыз бірінші кезекте. Неге? Өйткені өкшеде қан айналымы жоқ болады, аяқта бізде қан айналымы жоқ кезде аяқтың қан айналымы азайып, аяғымыз салқындап, тоңып сөйтіп жүреді. Мінекей өстіп, үй жағдайында өстіп аяғымызды бірінші босатып аламыз. Нетсе, балтырға дейін жасап алыңыздар, балтырға дейін жасап алыңыздар. Мен сіздерге ұзақ болмасын деп қысқаша өкшенің уқалау түрін көрсетіп кетемін. Өкшемізді 8-де 5 рет жылытып өстіп уқалап аласыздар. Май жағып аламыз, жылытып уқалап аламыз. Сосын міне қараңыздар, әрбір бәшбайды уқалайсыздар. 5 рет, 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты. Әрбір бәшбайды уқалайсыздар. Одан кейін бәшбайдың түбін босатасыздар қолмен. Егер қатты болса, міне мына саусақтарыңызды осылай істеп, міне осы жер тереңірек кіреді, етке тереңірек кіреді. Өстіп босатасыздар. Одан кейін міне уқалайсыздар. Мына жеріміз біздің ішегіміз. Ішек, асқазан дегендер бізде осы жердегі нүктелері. Жалпы өзі бүкіл адамның 12 мүшесіндегі нүктелердің бәрі табанда бар. Соны мұқият уқалап шығасыздар. Өстіп уқалап шығасыздар. Уқалайсыздар. Міне өстіп, мына жерде жұмсартып болғаннан кейін уқалайсыздар. Сосын кейін міне өкшеге келесіздер. Қараңыздар, қызыл асықтың шетін босатасыздар, иә? Көрініп тұрмын сіздерге, мына екі қызыл асықтың шетін домалақтап, қызыл асықты айландыра отыра, қызыл асықтың шетін босатып аласыздар. Сосын кейін мына жерден былай уқалайсыздар. Мына өкшенің мына шетінен осылай басып жүресіздер. Ол енді ауыра берсін. Ауырған сайын уқалау керек. Өйткені ол қол тигізбейді, көп адам қол тигізбейді, өкшем қол тигізбейді, өкшем сөйтеді деп жандарын аяп жатып қалады, өкшем ауырып жүрсем деп. Негізі аямау керек. Вот, міне көрдіңіздер ме, өстіп уқалайсыздар. Болмаса мынаумен кіресіздер. Мынау деген тереңінен кіреді. Өстіп шетінен бастап өстіп уқалайсыздар. Одан кейін мына өстіп ортасына келесіздер. Көрдіңіздер ме? Мына өкше өз негізі қалың, терісі қалың ғой. Сол үшін мынау жақсы өкшеге кіреді. Көрдіңіздер ме? Ол өстіп шпор тұрған жерлердің бәрін өстіп мұқият 10 минуттай өстіп уқалап шығасыздар. Осыны күнделікті 7 күн жасасаңыздар, аяқтарыңызды жылы суға салып, сосын осы массажды үнемі жасап отырсаңыздар, результат болады сізде. Операцияның алдын аласыздар. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер, ауырмаңыздар. Өстіп жасап болғаннан кейін аяғыңызды былайынан төмен қарай тарайсыздар. Міне өстіп аласыздар да, өкшеден бастап төмен қарай жылжып тарайсыздар. Осылай тарайсыздар. Осы әрекетті бір 10 күн, 7 күн қайталаңыздар, шпормен қош айтысасыздар.